18 ғасырда қазақ тарихында ерекше маңызы бар тарихи шайқас 1727 жылы Бұланты Білеуті өзендерінің аралығында өткен. Бұл шайқас көлемі жөнінен Еуразия құрлығындағы ең ірі шайқастардың бірі саналады. Оны Ресейдегі Полтава, Бородино, Еуропадағы Ватерлоо шайқастарымен салыстырып айтуға болады. Өйткені қалмақ жағынан 40 мыңдай, қазақ жағынан 44 мыңдай, яғни 80 мыңнан астам әскердің шайқасқа түскен жері осы жер. Бұл жерде бас қолбасшылықты жасаған кіші жүз хан Әбілқайыр, оның батырлары Қаракерей Қабанбай батыр, Қанжығалы Бөгенбай батыр, Тама Есет батыр және де қазақтың басқа батырлары осы шайқаста қазақ жағын жеңіп шығуына көп үлес қосты. Қырғынның ортасында қаза тапқан батырлар да болды, ел үшін, жер үшін опат болған, бірақ қазақ өзінің тәуелсіздігін, дербестігін сақтап қалды. Яғни бұл шайқастың маңызы зор екендігі сонша, қазақтың тағдыры шешілген шайқас екендігі анық. Бұланты Білеуіт шайқасы туралы аздаған мәліметтер кездеседі. Ең алғашқы болып Бұланты Білеуіт арасындағы шайқасты көнекөз қариялардан жазып алған және оны мынау Түркістан жинағына алғаш рет 20 ғасырдың басында жариялаған этнограф Әбубәкір Диваев болатын. Одан кейін осы Ақтабан, Шорынды, Алқакөл, Сұлама туралы, осы Қазақ-жоңғар соғысында қазақтың қасіретті жылдарына байланысты қазақ халқының тарихы деген еңбек жазған Мұхамеджан Тынышбаев, Алаштың ардақтысы, осы тақырыпқа қалам тартқан болатын. Осы Бұланты Білеуіт жеріндегі шайқастың айқын дәлелдері Бұланты бойында Білеуітіге дейінгі аралықта 150 шақырым болса, сол екі аралықта әлі де 10 шақты сай-сала бар. Әрбір өзен бойындағы жарғабақтарда, тау жоталардың биіктіктерінде құрметпен жерленген 70-тен, 60-тан, кейде 100-ден қазақ батырларының қорымдары кездеседі. Онда 300-дің таңбалары бар. Мысалы, Найман Бағаналының таңбасы, кіші жүз Таманың таңбасы, орта жүз Қыпшақтың таңбасы деген сияқты солай кездесетін таңбалар, тастар сол жерде бар. Бұл яғни шайқас өткен жердің айқын дәлелі болып табылады. Екіншіден, осы Бұланты Білеуіт шайқасы өткен жерге біздер 2019-2020 жылдары экспедиция ұйымдастырған болатынбыз. 19 жылғы экспедиция бұл 3 күндік барлау экспедициясы болса, 2020 жылғы экспедиция бұл толыққанды жұмыс атқарды. Яғни бір аптадан артық уақыт осы Бұланты Білеуіт арасындағы шайқас өткен далада 3 қырлы қалмақ жебесі және 2 қорғасын оқ табылды Бұланты өзенінің бойындағы қорымдардың маңынан. Ол жер Қарадыр қорымы деп аталады, Бұлантының орта тұсындағы. Яғни бұл 3 ғасыр бойы 30 сантиметр тереңдікте жатқан 3 қырлы жебеге бірде-бір тат түспеген, темірінің асыл екендігі сонша керемет технологиямен жасалғандығы көрініп тұр. Ал 2 қорғасын оқта өте салмақты, оның құрамына шойын ба бір асыл металл қосылған сияқты, онда да бір түйір тат жоқ. Кішкентай түйірдей болса да қорғасын оқтың салмағы сонша жаңағы салмақты екендігі алақанға салған кезде байқалып тұр. Білеуітінің маңында қалмақ қырылған төбе бар, 2 шақырым Білеуітіге жетпей. Сол қалмақ қырылған төбесінде батырлардың қорымы бар. Олардың басына құбылаға қаратып ақ тас қойған. Бұны Құрбанғали Халидтің еңбегінде мұсылманның ақ сәлдесі деп атайды. Яғни қазақ қорымы, қазақ батырларының ру таңбасы салынған, сол бір соғыста шейіт болған батырлардың қорымдары екендігі анық. Одан кейін қара сүйір жотасы дейді. Бұны біздің оқулықтарда, тарихи әдебиеттерде қара сүйір деп жаңсақ айтып жүр. Ол қате. Бұны біз оқулықтардан, барлық әдебиеттерден алдағы уақытта түзетуіміз керек. Ол жердің шынайы атауы қара сүйір. Тарихи ертеден шыққан карталарда да урочище қара сүйір дейді. Екі жағында өзен сайы бар, ұзыннан созылған қара сұр жота, яғни бұл қара сүйір. Осы жерде шайқаста ең алғашқы жеңісті туын желбіретіп әкелген кіші жүзік
Тайлақ батыр мен ұлы жүз ошақты Саңырық батырдың жаңағы аты аталады. Онан кейін осы жерде көпшілікке бүгінгі дейін байқалмаған батырлардың қорымының басынан өшіп көмескіленіп бара жатқан 300-дің ру таңбаларын жаңағы тауып байқадық. Келешекте осы Еуразия құрлығында өткен ең ірі шайқастардың бірі, оны қазақ тарихында қаһармандық тарихының беті ретінде біздер қазақ тілінде, орыс тіліне аударып, және ағылшын тілінде амандық болса алдағы уақытта бір жақсы әлем халқына және туристерге келген Ұлытау жаққа таныстыру үшін еңбек жасап, болашақта бір ғылыми зерттеу еңбегін жарыққа шығармақ ниетіміз бар.